Саламатсыздар ма оқушылар? Модуль таңбасының астындағы айнымалысы бар теңдеулерді шешу тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі қарастыратын әдісіміз анықтама бойынша модульді ашуға негізделген әдіс және аралықтар әдісі. Бұл екі әдіс те бірдей әдіс деп қарастырсақ болады, себебі айырмашылығы тек бұнда анықтама бойынша ашу дегенде бір ғана модуль болады, ал аралықтар әдісінде бірнеше модуль болса қалай шығарамыз, иә? Бұл анықтама. Бұл жерден өтіп кетейік. Міне бүгін қарастыратын анықтама бойынша және аралықтар әдісі. Біз мына әдіспен шығарған болатынбыз. Енді бүгін мынаны қараймыз. Мыналарды кейін қарастырамыз. Мыналарын өтіп кетеміз. Мінекей. Бірінші аралықтар әдісіне бірден бастайық, сосын барып анықтама бойынша қарастырамыз. Так, аралықтар әдісі. Мінекей, мынандай бір теңдеу берілсін бізге, иә? Біз бұған дейін бір модуль болғанда деген жағдайды қарастырдық, иә? Екі модуль болғанның өзінде де екеуі егер тең болып тұрса, мынандай жағдайды қараған болатынбыз. Ал мынандай жағдай болғанда не істейді? Ол үшін аралықтар әдісін қолданады, иә? Бірінші мынандай нәрсе жасаймыз. Әр нені модульдің ішін жеке-жеке нөлге теңестіріп аласыңдар. Яғни 1 минус 2х тең 0, 3х қосылған 2 тең 0, х тең 0. Бұл жерде х тең болады 2-ден 1 түбірінде минус 3-тен 2, х тең 0, иә? Қазір оқшылы. Так, енді осыларды бір неге салу керек? Бір аралыққа салу керек. Яғни, мына түбірлерін не үшін тауып аламыз? Бұлар бізде жаңағы әр модульдің таңба ауыстыратын шекарасын береді, иә? Біз мынандай қылып жазайық. Так, 1 минус 2х, 3 модульден 1 минус 2х, 3х плюс 2 және х тең 0 ма? Ой, кешірім өтінемін оқушылар. Х модульмен былай жазып аламыз. Мінекей. Сосын осында жаңағы түбірлерін орналастырамыз. Түбірлер бірінші бізде минус 3-тен 2 орналасады, иә? Сосын 0, сосын 2-ден 1 деген түбір. Так, осы жерде барлығын бояйық, иә? Себебі бұл түбірлер бізде анықталу облысына кіреді, сондықтан бояймыз. Түбір деппін ғой, бұны қалай айтсам болады? Теңдеудің түбірі дегенді білдірмейді, жай анықталу облысына кірсе боялады. Түбір бұл модульдің түбірі деп айтайық, иә? Так, сан өсін х деп алайық. Таңбаны қалай қоямыз? Мінекей, 1 минус 2х деген. Осы жерін дұрыстап қараңыздар оқушылар. Қайтеді, не істейді деп отырмыз. 1 минус 2х-тің түбірі бізде 2-ден 1. Иә? Бұның түбірі 2-ден 1. Яғни, бұл жерде 2-ден 1-ден үлкен сандар қояйық. 2-ден 1 үлкен, мысалы, 1, 2, 3 қояйық. Бұл жерде не болады? Мысалы, мынаяқтан 1-ді алып қояйық. 1-ді алып қойсам, 2 минус 1. Яғни теріс сан шықты. Модульдің іші не болады? 2-ден 1-ден үлкен сан қойсам, оң болады. Ой, кешірім өтінемін, теріс болады екен. Онда мына жағында 2-ден 1-ден кіші сан қоятын болсаңыз, теріс сан шығады. Ой, оң сан шығады дегенді білдіреді. Сол үшін мына бөліктің барлығына не қоямыз? Бізде оң сан қоямыз. Мінекей, айтпақшы айтудың кетіп, 3-ті бір қойғаннан кейін байқасаңыздар, міне бізде 4 не шықты? 4 аралық шығады. 4 аралық үшін әрқайсысын жеке-жеке қарастыратын боламыз. Так, кеттік. 3х плюс 2. Бұның түбірі бізде минус 3-тен 2 мінекей, иә? Бұл жерден аламыз минус 3-тен 2-ден үлкен түбір любой бір. Мысалы, мынаяқтан 0-ді қоюға болады, или 1-ді қойсам болады, иә? Кез келген бір сан. Мысалы, мен жақтан 1-ді алайын. 1-ді алдым қойдым, 5 шықты, оң. Значит, мына аралық полностью оң болады дегенді білдіреді. Модульдің іші. Мына жақтан не қойсам болады? Мысалы, минус 2, минус 3, минус 3 қойсам, теріс болады. Все, мына теріс. Енді х-тің модулі. Бұның түбірі 0. 0-ден үлкен сан қойсам, мен оң болады, 0-ден кіші сан қойсам, теріс болады, білеме? Сол үшін былай. Мінекей. Міне, ішіне таңба қойып алдық. Әр не бойынша, аралық бойынша модуль, жаңағы әр модуль өзінің нелерін, таңбаларын қалай сақтайды, иә? Сонымен байланысты жеке-жеке ашып шығаратын боласыздар. Бұл сізде бірінші аралық болады, мынау екінші аралық, мынау үшінші аралық және мынау төртінші аралық деп қарастырасыздар.
Бірінші теңдеуіңіз болады. Бірінші теңдеуіңіз 1 минус 2х-ті сіздер плюспен ашасыздар. 3х плюс 2-ні минуспен ашамыз, және модуль х-ті минуспен ашамыз. Алдына таңдауыңыз 1 минус 2х сол күйінде ашылады. Қосылған деп алдына минус тұр, иә? Алдына минус болады. Минус 3х, минус 2. Так, мынау бізде... артқа жылжымайды. Минус х тең 5 дейміз. Мына теңдеуді шығарамыз. Бұл теңдеу бізде не болады? 5 минус 6х тең 6х тең минус 1. Қараймыз. Минус 1 мына аралықта жатыр ма? Иә, бар ма бұл аралықта? Минус 1 менде мына жерде тұр. Бірінші аралықта кіреді. Мына минус 1-ді не істеймін? Аламын деймін. Келесі екінші теңдеу. Екінші аралық үшін ашамын. Бірінші аралық, екінші аралық. Екінші аралығым плюс минус. Мынау плюс, мына жер минуспен ашуымыз керек. Ашамыз. 1 минус 2х қосылған 3х қосылған 2 және минус х деп ашамын. Тең 5. Ал шығарайық. Не болады? Х-тер жойылып кетті, иә? Жойылып кетеді, 3 тең 5 деген шықты. Бұл жерде не байқаймыз? Теңсіздік, теңдеу қате, орындалмайды. Онда бұл теңненің аралыққа ешқандай шешімі жоқ дегенді білдіреді. Алмаймыз бұны. 3 тең 5 болмай, жаңше болады. Бұл келмейді, шешімі жоқ. Келесі үшінші аралық. Үшінші аралық плюс бәрін плюспен ашамыз. 1 минус 2х қосылған 3х қосылған 2 қосылған х тең 5. Так, бұл жер болады 4х, 2х, 2х, 3, 2, х тең 1 ма? Шығарып отырмын ба? Так, х, 2х, х тең 1. Бір мына аралықта кірема, бізде үшінші аралық. Бір бұл жерде мына аяқта жатыр, иә? Мына аяқта жатыр ғой, мына аралыққа кірмейді. Сондықтан бұл да шешімі болмайды дейміз. Төртінші аралық. Төртінші аралық 1 минус 2х-ті минуспен ашам, минус 1 плюс 2х болады, қалғандарын плюспен ашады екен. Плюс 3х қосылған 2 қосылған х тең 5. Айтпақшы, егер оқушылар минуспен ашқан уақытта, мысалы, мынаны мен минуспен ашам деймін, алдында минус тұрса, модулінің, онда мынау минуспен ашқан уақытта мына жер плюс болып кетеді. Соны ескеріңдер, ол модулінің алдында таңбасына да байланысты, иә? Ол мына жерде мысалы минус тұрса, минуспен ашайтын болсаң, ол не болады? Плюс айналып кетеді. Ал егер минус тұрады, сіз плюспен ашам дейтін болсаңыз, сол күйінде қалады, иә? Оны келіп плюс айналдырып жеріп жүрмеңіздер. Так, 5х, 6х тең 4 ба? Х тең 2 бөлінген 3. 3 бөлінген 2 бізде кіре ма аралыққа? Кірмей ма? Кіреді-ау деймін, иә? 0,5, 0,66. Кіреді ғой? Төртінші аралыққа кіреді екен. Аламыз дейміз. Сонда шешімі бізде болады. Минус 1 мен 3-тен 2 дейсіздер. Мінекей. Так, жаңағы өшірейік. Мінекей, бірінші аралық бет ашқандағы, иә? Деген шешім болады. Мынандай қылып балалар сіздер жазбай қойсаңыздар болады, иә? Мен өзім айттым, сіздерге мен айтқан әдіспен істеңіздер. Мыналар мысалы мынада боямаған, біз бояймыз, себебі ескеру керек. Кейбір жерде боялмайтын жағдайлар бар. Сол кезде сіздер оны былай жасайсыздар деген сияқты. Мында барлық не анықтау облысына кіреді, сол үшін боялады. И мынаны аралықтарды бүйтіп жазбай қойыңдар. Бұл сіздерде уже готовый аралықтарыңыз болады. Мен көрсеткен әдіспен шығарасыздар. Басқа әдіспен істеу шумаңдар. Так, кеттік, келесі. Мінекей. 2х қосылған 5, 3 азайту х. Айтпақшы оқушылар, мына жерде бар ғой. Мындай нәрсе. Мынау мысалы 3 азайту х ыңғайсыз, иә? Сондықтан бұны былай жазып алсаңыздар болады, ыңғайлап. 3 азайту х-ті минус көбейтіп жіберіп, х азайту 3 тең 0,5. Мінекей, мынау енді барып ыңғайлы болды. Тағы да аралық саламыз. Аралығымыз, так, мына жерден 2х плюс 5 деймін.
мына жақ x азайту 3-тен. Түбірлері бізде мынанікі -2,5, мынанікі 3-ше орналастырамын. Бояймын. -2,5, 3 орналастырдым. Таңба қоямын. Так, мынаның түбірі менде -2,5. Мінекей. Онда мына жағынан бір сан аламын, любой бір сан. 3-ті де алып көрсем болады, 4, 5, любой бір сан. Так, мына жағын плюс болады. Онда екі жағынан кіші алсам, аяғым теріс. X -3, бұның түбірі міне тұр. Бұл жерден бізде 3-тен үлкен сан алсам 10 болады, кіші сан алсам теріс. Мына жағым плюс, мына жағым минус болады деп аламын. Так, 3 аралық шықты. Бірінші аралық. Міне, мына бірінші аралық. Ара ажыратып қарайтын болсаңыздар, иә. Так, бірінші аралығымыз екеуінде минуспен ашамын. Бұл болады бізде. Мынаумен қарайды. Жарай ма балалар? Себебі, мына қарасаңыздар 3 - x-пен ашқан, сода таңбам жерге қарама қарсы болды, иә. Біз мындаймен ашамыз. Так, 3. Екеуінде минуспен ашамын. -2x -5 болады. Енді мына минуспен ашамын. Мынау минус плюс болып кетеді. Сондықтан плюс x азайту 3 тең 0,5 болады. Так, теңдеуіміз шешек. Мына жер болады -x. Неше болады? -8 плюс 8,5 ба? X тең -8,5. Бұл бірінші аралыққа кіре ма? Кіреді екен, иә? -8,5-нан кіші ғой. Алам. Келесі екінші аралығым. Екінші аралығым ананы плюспен, ананы минуспен ашамын. 2x плюс 5 плюс, минуспен ашамын, яғни плюс болып кетеді. X минус 3 тең 0,5. Так, міне, 2x плюс 5-ті плюспен ашып жатырмын, x азайту 3-ті алдына минус қойып ашып жатырмын. Бүйтіп өзгертесіздер. Түсінбейтін болсаңыздар. Қайтын дұрыстап қараңдар. Так. 3x болады деймін. Минус 1,5 ба? X тең минус 0,5. Минус 0,5 қарайық. Минус 0,5 не ол бізде? Мына аралыққа, екінші аралыққа кіреді екен, иә? Минус 0,5-ды аламыз дейміз. Кетті, келесі 3 теңдеу. 3 теңдеу екеуінде плюспен ашамын. 2x плюс 5. Мынаны плюспен ашқанда бұл таңба қалады сол күйінде. Сондықтан бұл минус x плюс 3 деп ашылады. Оқушылар плюспен ашады екен деп плюс қойып жіберіп жүрмеңдер. Минус пен плюс болғанда минус жеңеді бізде, иә? Так, x неше болады? 8 минус 7,5 ба? Үшіншісі минус 7,5. Бұл бізде мына үшінші аралыққа кірмейді. Сондықтан алмаймыз дейміз. Жауабы минус 8,5 мен минус 0,5 болады дейміз. Окей. Бізде болады минус 8,5 мен минус 0,5 болады екен. Кеттік келесі. 3x азайту 5, x плюс 2. Бұл жерден тоже мысалмен бірден көрсетіп кетейін, мінекей мынандай қойып алдық. Таңбасын анықтаймыз. Міне түбірлерін орналастырдық. Мыналарды бәрін боялады. Бұл жерде боялады, себебі анықталу облысына тиесілі бұлар. Таңбаны. Окей, дұрыс. Әр аралықтан қойып ұтпаңдар. Түбірін тауып аласыздар. Сызықтық теңдеу ғой, сызықтық теңсіздік шығарған. Каждыйын түбірін ұстап алып, таңба қойып тастайсыңдар. Міне бірінші аралығым екеуінде минуспен ашады. Иә, міне минуспен алдына қойды. Мынаның алдына минус қойылды. 7 бөлінген 4 шыққан, бұл мына аралыққа кірмейді. Екінші аралықта біреу минуспен, біреу плюспен ашқан. 2-ден 1-ге шыққан аралыққа кіреді. Үшінші аралық мынадай теңсіздік шығып кетті, сондықтан шешім жоқ. Айтпақшы, мына жерден бір айтып жіберейін. Егер минус 5 тең минус 5 деген осындай жағдай болып жатырса, яғни немесе 2 тең 2 или 0 тең 0 деген сияқты жағдайлар болып жатса, онда мына аралықты толығымен аласыздар дегенді білдіреді. Яғни жерден айтпақшы 5-тен шу кезде кіріп кетеді, иә? Полностью аласыңдар дегенді білдіреді. Кеттік. Екінші жауап. Келесі. Ал, мінекей, мынандай нәрселер. Аралыққа қою керек, біз еще не істеу керек, иә? Так, мен бірінші былай жасайық.
қазір көреміз боялап боялмайтын бір аралық бізде x минус 3 x плюс 1, иә, модульде тұрған. Так, түбірі мынаның минус 1. Бояй ба, боямайын ба, оны қалай білем, қазір тексереміз. Так, минус 1. Бірінші минус 1-ді қойып көрейік. Мұнда минус 1-ді қоямын, 20 болып кетеді. Мұнда минус 1-ді қоямын. Минус 1, 4 болады, иә? Бөлімі 0-ге теңестірмейді. Бояуға болады. Келесі 3-ті қоямын. Мына жер 0 болады, мында 3-ті қойсам, 3 қосу 1, 4, минус 12. Бөлімі минус 12 болады. Нормально. 0 болмайды. Значит, бояуға болады бізде деген. Тек ескеру жағдай мүмкін мәндер жиыны. Мүмкін мәндер жиыны мынау полностью 0-ге тең болмау керек, иә? Так, тең 3x плюс 1 модуль d деп алатын болсақ, бұл қандай жағдайда болады екен? Бірден орнына қойып тексере салуға да болады. Так, x-ін тең болмау керек, бізде қазір айтам. X минус 3-тен 3x плюс 3, x минус 3-тен минус 3x минус 3 деп. 2 теңдеу шығарсақ, бұл жерден 2x тең болады минус 6 деген шығады, иә. Мына жақтан 4x тең болады 0, x тең 0 және x тең минус 3. Міне мына екеуіне тең болмау керек екен, x-теріміз минус 3 пен 0-ге. Қазір түбірінен осындай шығып кетсе, мыналарды сразу алмаймыз дейміз, иә. Так, таңба кеттік. X минус 3-тің таңбасы мына жақ плюс болады, мына жақтар минус болады. X плюс 1-тің таңбасы минус 1-де мына жағын плюс болады, мына жағын минус болады деймін. 3 аралықпен ашамыз. Міне бірінші не шықты? Бірінші екеуінде минуспен ашқанда, иә? Жерде былай тұр. Так, екеуінде минуспен аштым, мына жер онда. Мына минус болғанда жер плюс болып кетеді ғой. Алдындағы минуспен, иә? Так. И бізде минус 6 деген аралық шықты. Бұл бізге мына бірінші аралыққа тиесілі. Аламыз минус 6-ны. Келесіде x-тер қысқарып кеткен, иә, шатаспасам. Минус 4-тен 1 тең 1 деген. Бұл жер түбір жоқ, дұрыс. Кеттік. Үшінші аралық бізде шықты. Неше плюс-плюспен ашты, минус 2 деген шыққан. Бұл бізде мына аралығымызға кірмейді, үшінші аралыққа. Сол үшін алмаймыз дейміз. Мынандайға бүйтіп жазып қажет жоқ аралықтарды, балалар. Мен айтқан әдіспен қасына тек 1, 2, 3 деп істеп кетсеңіздер болады. Так, бұл жерде сондай шешімі тек қана минус 6 екен, иә? Минус 6 мүмкін мәндер жиыны тиесілі, яғни ол минус 3-ге де 0-ге де тең емес. Сондықтан аламыз минус 6-ны дейміз. Кеттік келесі. Мінекей. Бұл жерде не болады? Я аралыққа салған уақытта мінекей x минус 3 деп таңбаны қойдық. И мына нүктелерді мүмкін мәндер жиынына кірмейді. Сондықтан бұлай ашып қалдырасыңдар. Яғни x қазір 0 қойсақ бөлімін 0 қылып жібереді мына жерде. Мұнда 3 қойсақ мына яқты 0 қылып жібереді бөлімін. Сондықтан бұл мүмкін мәндер жиыны бізде бар, иә? Яғни x тең емес 0-ге және 3-ге деген жағдаймен қараймыз. Так, жаңағыдай тоже таңбамен ашамыз. Бірінші аралық минус-минус деген сияқтында бірден көрсетейін сіздерге. Минус-минуспен ашқанда мынандай бір квадратты теңдеу 2 түбір шықты. 2 түбірдің біз 0-ден кіші аралық мынау ғана, иә? Сондықтан осыны аламыз, мынаны алмаймыз деген себебі плюстан шығып кетті. Так, екінші аралығын плюс-минуспен ашқан. Мінекей бұнда бізде дискриминант 0-ден кіші, сондықтан түбір жоқ болып қалған. Үшінші аралығын екеуінде плюспен ашамыз. Бұл жерде мында 2 түбір шығады. Екеуінен 3-тен плюс x-ке дейінгі аралыққа кіретін мынау. Мынаны алмаймыз дейміз. Сонда жауабы болады 1 минус түбір асты 3 бөлінген 2 және 5 азайту түбір асты 13 бөлінген 2 болады дейміз. Кеттік келесі. Андай не шыққан жоқ қой? Әдіс балалар. Ондай әдіс кездестірмедім. Балалар, мен сіздерге айтайын. Егер мынандай жағдай шығып кетіп жатса, жаңағыдай, мен айттым, қайтадан айтам. Қайсы жаңа? Қайсы жағдай болып еді бағана? Мінекей. Мына жер, иә? Мынандай жағдай емес сіздерде. Мынандай болып кетсе, бұлай емес, яғни теңдік дұрыс орындалса, яғни x-тер қысқарып, мына жақтан мысалы 3 тең 3 деген шығып қалып жатырса, онда
мына аралықты полностью аласыңдар. Аралықты, яғни мына үшінші аралықтың сізде 3-тен 5-тен плюс x-ке дейін дейсіз да, жауабында 3-тен 5-тен плюс x-ке дейін деп полный аралықты аласыз дегенді білдіреді. Онда есеп жоқ болып қалып тұр, сондықтан сал болмай қалды. Но сіздердің үй жұмыстарыңызда онда есеп бар, иә, теңдік дұрыс орындалып қалғанда не істеймін деп қалмаңдар, онда аралықты полностью аласыңдар. Ол не дегенді білдіреді? Яғни сол аралықта кез келген санды қойсаң да теңдік орындала береді дегенді білдіреді. Сол үшін полностью аласыңдар аралықты. Жауабына ол кезде мысалы мынау дейсің, және қасына мына аралықты тіркеп жазасың деген сияқты. Так. Енді келесі міне жаңағы анықтама бойынша ашу, иә. Мына біреуге қарамай-ақ қойыңдар. Бұндай шығармай-ақ қояйық. Не істейміз? Міне мынау жаңағыдай болса, x минус 3 үлкен не тең 0-ден, кіші 0-ден деп отпаймыз. Бағанағыдай аралыққа саламыз. Просто бізде бір-ақ штук модуль болады. x минус 3 деген болды. x минус 3 деп саласыңдар. Мынандай аралық обязательно. 3-ті бояуға болады, иә, түбірі. Мынаяқ плюс, мынаяқ минус. Екі аралықпен ашам. Біреуін минуспен ашам. Біреуін минуспен, біреуін плюспен ашам. Яғни x квадрат бірінші минуспен ашам, иә, бірінші аралығым, мынау екінші аралығым болады. Минуспен ашсам, аналығына міністен плюс болады. 4x минус 12 азайтылған 2x азайту 7 тең 0. Сонда x квадрат плюс 2x минус 19 тең 0. Бұл түбірден не шығады екен? X тең минус 1 плюс минус түбір астында 1 қосу 20. 20 бізде болады 2 түбір асты 5. Мында 2 түбір шықты. Біз аламыз 3-тен кішісін. Қайсысы 3-тен кіші болады? Екеуі де кіші болады, иә, шатаспасам. Мынау енді минусы точно кіші болады. Ал минус 1 плюс түбір асты 20. 3-тен кіші емес, иә? 20 дегеніміз примерно 4 бүтін бір нәрсе болса, одан бір алсаң 3 бүтін. Онда аламыз біз x минус 1 минус 2 түбір асты 5-ті ғана кіргіземіз. Плюсын алмаймыз дейміз. Так, кеттік келесі. Екінші аралығын плюспен ашам. Яғни мына жерде плюспен қойғанда өзгермейді таңба, иә? X квадрат минус 4x плюс 12 азайту 2x азайту 7 тең 0. Бірден жақшаны ашып жіберіп жазып жатыр оқушылар. X квадрат минус 6x плюс 5 тең 0. X тең 1 мен 5. 1 мен 5 қой, ә? 1 мен 5. Қараймыз. 3-тен үлкен ба? 3-тен үлкен. Алмаймыз мынаны 1-ді. 5-ті аламыз 3-тен үлкен. Все, жауабы минус 1 минус 2 түбір асты 5 пен 5 дейміз жауабы. Мінекей. Мынандай қылып балалар жазып қажет жоқ, жарай ма? Өстіп істе қоясыздар. Міне мен көрсеткен әдіспен болды. Так, кеттік келесі. Мынау да сол. X минус 3-ті аламыз. 3-ті боямайым дейм, иә? Таңба мына жақтан плюс, мына жақ минус болады. Бірінші нем минуспен ашам. X квадрат. Так, мына алдына минус ашуым керек. Мына минус мына жерде болу керек. Мына минус үстіне көтеріп, мына минуспен плюс болып кетеді, иә? Плюс x минус 3 бөлінген x минус 3 тең 9. Мына қысқарып кетеді, 1 болады. Қосу 1 тең 9. Мінекей. Сонда x квадрат тең 8, x тең плюс минус 2 түбір асты 2. Біз аламыз 3-тен кішісін. 3-тен кішісі екеуі де 3-тен кіші болады, иә? Екеуін де алам дейм. Екеуін де алам. Кеттік екінші теңдеу. Екінші аралығым болады, бізде плюспен ашам. X квадрат, мынау сол күйінде қалады. Азайтылған x минус 3, x минус 3, бұл қысқарып кетіп 1 болады дейміз. Тең 9. X квадрат тең 10. X тең плюс минус түбір асты 10. Бұл жерден бізде алатын 3-тен үлкені тек қана түбір асты 10. Минус түбір асты 10-ды алмаймын. Так, сонда жауабы түбір асты 10 және плюс минус 2 түбір асты 2 болады екен. Мінекей. Все, кеттік келесі. X минус 2. Бұл жерде x минус 2. Так, аралық аламыз. Мындай. 2 түбірін бояймын, иә, мына жағын плюс, мына жағын минус болады дейм. Так, бірінші аралық минуспен ашам. 3x квадрат. Мына алдына минус қойғанда плюс болып кетеді. Так, плюс 5x азайту 10, азайту 12 тең 0.
бірінші аралық. Так, 3х квадрат плюс 5х минус 22 тең 0. Бұның түбірі болады, білмеймін. Неше болады? 3х жүктеле ма мынау өзі? 1, 2 жүктеледі. 3х дейік, мына 11-ді 2 дейік та. 11-ді мұнда 2-ні жіберсем, біреуіне минус қоюым керек болады. Мынаған қоямын минус. Былай істесем 6х, былай істесем 11х. Так, сонда бір түбірім менде х тең минус 11 бөлінген 3 болады. Бір түбірім 2 болады екен, иә? 2-ден кішіне тең аралық бірінші. Аралығым 2-ден кіші или өзі болу керек 2-нің, иә? Так, 2 міне кіріп тұр, 2-ні аламын деймін. Минус 11 бөлінген 3 бізде болады, кірмейді. Жоқ, кіреді екен. Бұны да аламын. Келесі екінші аралығым. 3х квадрат плюспен ашамын. Мына жерім плюспен қойғанда минус сол күйінде қалады. Минус 5х плюс 10 минус 12 тең 0. 3х квадрат минус 5х минус 2 тең 0. Бұл не болады екен? Жүктеле ма, жүктелмей ма? Жоқ, жүктеле. 2 мұнда 1 қойсақ, 6, 5. Минус мұнда қоям. Минус 6, күшті. Так, бір түбірім сонда х тең минус 3-тен 1, бір түбірім х тең 2, иә? 2 енді менде кіріп тұр, анағанда мынағанда 2-ні аламыз. Минус 3-тен 1 кірмейді екінші аралық. Сонда жауабы дейміз х тесілі мынандай қоямыз. Минус 11 бөлінген 3 және 2 дейміз. Бітті. Кеттік, келесі. Мынаны балалар жаңағы невроатске ұқсайды деп қарауға болады, иә? Жаңағы нет аты. Мынаны үлкеніне тең 0-ден деген сияқты. Бірақ мынау ыңғайсыз ғой теңсіздікті шешуге. Сол үшін жаңағы қайтадан сол әдісімізге көшеміз. Х плюс 1 жерге бояйын минус 1 плюс минус. Бірінші аралық минуспен ашамын. Минус х минус 1 тең. Дұрыс, плюс х. Ой, плюс х минус 6 тең. Так, 3, 2, 3 пен 2. Минус қайсысында болады екен? Мынада болады, иә? Минус 3 пен 2. Біз аламыз, минус 3-ті аламын, 2-ні алмайым дейм, иә? Кеттік келесі аралық. Екінші аралығым. Плюспен ашамын. Дұрыс па? Минус 4 пен 1. Біз аламыз, минус 4-ті алмайым, иә, екінші аралығым. Минус 1-ден үлкеніне тең деген аралыққа кірмейді ғой. 1-ді минус аламын деймін. Кіреді. Аралыққа салып көріп жатыр оқушылар. Не алып, не қойып жатыр деп ойланып жатсаңыздар. Мына қай аралықпен шешіп жатырмын, сол аралыққа мына тең түбір кіре ма, ене ма, тесілі ма, емес па, соны қарап жатырмық. Жауап сонда бізде минус 3 пен 1 болады екен дейміз. Андай қылып істеп қажет жоқ, шатасып кетесіңдер. Қай жері бірге, қайсысы бүйтіп қиылысады деп отырасыңдар сосын. Кеттік келесі. X модульде жалғыз өсті. Сол үшін сіздерге бүйтіп көрсетіп беріп жатырмын әрқайсысын. Так, 0-ді бояймыз. Мынаны бояуды ұмытпаңдар аралықты. Так, мына жерім плюс, мына жерім минус болса. Минус. Бірінші аралығы минуспен ашайын, екінші аралығы плюспен, иә? Минуспен ашайық. Минус х, жақша ішінде х квадрат минус 4 плюс 3 тең 0. Так, жақша ашып жіберейін. Минус х куб плюс 4х плюс 3 тең 0. Х куб минус 4х минус 3 тең 0. Мынау ыңғайсыз тұр. Бұны енді жүктейміз жақшаға, не істейміз басқа.
деп жіктеп алсақ, мына жерден x жақшаның сыртына шығарсам, x квадрат минус 1 болады. Мұнда минус 3 шығарсам, x қосу 1 болады. Тең 0. Жақшаның сыртына мынаны жүктегенде x плюс 1-ін жақшаның сыртына шығарып жерсем, мынаның ішінде қалады x минус 1-інде қалып қойды. Мынаумен x квадрат минус x болады. Минус 3 тең 0. Мыналардың бәрін не үшін өйтті көрсетіп отпаймын. Өздерің уже білетін уақыттарыңыз болды, иә? Қаншама әдіс өттік. Так, мынау бізде минус 1 болады. Мынадан шығады бізде, ой, 1 плюс минусты бір астында 13 па? Бөлінген 2. 3-ті бір шықты. Қараймын. 0-ден кіші ма? Мынаны алам. Мынада 0-ден кішісі қайсысы? 1 плюсті бір асты 13-ті алмай, минусты бір асты 13-ті алам, иә? Мынаны алам. Мында минус 1-ді алам деймін. Кеттік екінші аралығы. Плюспен ашам. Сразу көбейтер жазайын. X куб минус 4x плюс 3 тең 0. Бұл қалай шектеледі екен? X куб минус x минус 3x плюс 3 тең 0 десем, x жақшаның сыртына шығарып жерем. X квадрат минус 1 болады. Мұнда минус 3 шығарсам, x азайту 1 тең 0. X минус 1 жақшаның сыртына шығарам. Қалады x квадрат плюс x болады. Мұнда минус 3 тең 0. Түбір болады. Мұнда x тең 1, ал мұнда болады x тең минус 1 плюс минус түбір астында 13 бөлінген 2 ма? Так, мұнда бізден 0-ден үлкендерін алам. Мұнаны алам. Мұнда болады, минусын тастап жүреме? Соғысын алам. Мұнда жауабы мінекей. Жауабы минус 1, 1 минус түбір асты 13 бөлінген 2, және минус 1 плюс түбір асты 13 бөлінген 2 дейміз. 4 деп жауап шықты. Мінекей. Тағы бітті, есеп жоқ. Жаңағыға әдістерде қайтадан айтам. Теңдік орындалып кетсе, онда аралықты полностью аласыздар. Ондайға мысал жоқ екен. Ескермей қалыппын мен. Мысал жоқ, ондайға. Жақсы, сау болыңыздар.